Қайырлы күн, құрметті достар, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі тақырыбымыз жолды жабу немесе ойыншылардың арасындағы байланысты үзу болады. Енді сол тәсілді жолды жабу немесе өзара байланысты үзу тақырыбын талқылардың алдында қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері мысалы бірге және біртұтас, ойыншылар өте белсенді. Ж жолын кеме басып алды. Піл және уәзірдің арасында батарея бар. Және біздің сүйікті тәсілдердің бірі шеге. Піл шеге орнатылған. Бәрі жақсы, бәрі әйбат. Мысалы, ендігі біз деген 7-ші қатарды жабуға тырысуымыз керек. Мына H7-дегі жауынгерді уәзір және патша екеуі қорғап тұр. Егерде мына уәзір мен жауынгердің арасындағы байланысты үзетін болсақ, немесе жолдарын жауып тастайтын болсақ, онда біз қара патшаға мат қоюға мүмкіндігіміз бар. Мысалы, піл Ж7 шах, шегеміз қимылдайды, Ж7 шах. Қарсыласта 3 мүмкіндік бар. Атпен жеуге мүмкіндік бар, пілмен жеуге мүмкіндік бар, және уәзірмен жеуге мүмкіндік бар. Мысалы, егер де олар атпен жейтін болса, Ж7 деген атпен жейтін болса, онда біздің батареямыз жақсы жұмыс істеп, H7-дегі жауынгер жеп қойып, мат қояды. Екінші мүмкіндік қарастырайық. Піл Ж7 шах, уәзір мен жауынгердің арасындағы байланысты жабу немесе үзу. Екеуінің арасындағы байланысты, екеуінің арасындағы қарым-қатынасты үзу. Піл мына жауынгерді, мына пілді жейді, Ж7-дегі, және уәзір бұлай әдемілеп тұрып осындай мат қояды. Және соңғы мүмкіндік, қарсыластың соңғы мүмкіндігі, ол піл Ж7 жеді, ол уәзірмен жейді. Егер де уәзірмен жейтін болса, онда мына кеме Ж7-дегі уәзірді жейді. Патша Ж7-дегі кемені жейді, бұлай жейді. Енді біздің батареямыз оқталып тұр, және атуға дайын. Уәзір H7 жейді. Шах, мына патшаға шабуыл жасады, және атқа шабуыл жасады. Патша F8-ге шегінеді. Енді біз мына салбырап тұрған, қорғалмаған атты бұлай жек қоямыз. Осындай нәрсе бар. Көрдіңіздер ғой, жолды жабу немесе байланысты үзу тақырыбының екінші мысалы. Осы әдісті пайдаланардың алдында біз қалыптасқан жағдайға баға берейік. Ақ патшаның жағдайы жақсы, жауынгерлері жақсы, бірақ ойыншыларының арасындағы тіл табысу немесе өзара байланыс нашар. Енді ақ қаралардың жағдайы патшасы жақсы, жауынгерлері керемет, ойыншылары өте белсенді. Және тағы бір айта кететін жайт. Мынау бізде өтетін жауынгер. Өтетін жауынгердің ең басты мақсаты болашақта уәзірге айналу, немесе уәзірге өзгеру мүмкіндігіне ие болу. Біз ойынның соңында ең басты ережелерді есте сақтауымыз керек. Біздің жауынгеріміз болашақ уәзір. Сол себепті бар күш-жігерімізді осы жауынгердің өзгеруіне салуымыз керек. Егер де оны салмайтын болсақ, біздің жауынгеріміз ешқашан өзгермейді. Сол себепті біздің басты мақсатымыз мына бірінші қатарды жабу үшін сондай іс-әрекет пайдалануымыз керек. Егер де мысалы біз қызығып мына кемемен мына жауынгер жейтін болсақ, онда қарсылас кеме Б1 деп жүреді, содан кейін келесі жүрісте кеме H1 деп біздің жауынгерімізді тоқтатып тастайды. Сол себепті біз деген қаралардың жолын, ақтардың жолын жабу керекпіз. Және ақтардың арасындағы
ойыншылардың арасындағы, патша мен ойыншылардың арасындағы байланысты үзуіміз керек. Шах, біз мынандай шах береміз. Патша d2 деп жүреді. Патша d2 деп жүреді. Және біз кемемізді c1-ге қоямыз. Біздің ең басты мақсатымыз бірінші көлденең жолды жауып тастау. D3-тегі ат біздің кемемізді былай жейтін болса, онда H2 деп жүреміз де, ешкім біздің жауынгерімізді қуып жете алмайды. Себебі біз деген бірінші қатар жауып тастадық. Егер де мысалы біз бұл жерде бізге шах берген, және былай жүретін болса, егер де біз патшамен жейтін болса, онда патша екінші қатарды жауып тастайды. Мына тұр. Патша бірінші қатар жауып тастайды, және біз былай жүреміз де, келесі жүрісте уәзірге өзгереміз, немесе уәзірге айналамыз. Түсінікті ғой, иә? Бірінші жолды жауып, біздің жауынгеріміз уәзірге айналуға болады. Жолды жабу немесе байланысты үзу тақырыбының үшінші мысалы. Егерде біз бұл жерде атты E8-ге жүріп, уәзір мен аттың арасындағы батареяны ұйымдастырып, мына уәзір мен мына жерге шабуыл жасайтын болса, онда қарсылас уәзір мен B2-дегі жауынгерді былай жейді де, екеуінің арасында керемет байланыс орнатады. Сол себепті біз осы жолды жабу үшін, немесе ойыншылардың арасындағы байланысты үзу үшін, ең біріншіден мына жерге пілді қоямыз. Піл Е5 деп қоямыз. Енді уәзірмен және пілдің арасындағы байланысты жақсылап тұрып орнатамыз. Егер де ол пілмен жей алмайды, себебі уәзір қара патшаға шабуыл жасайды, немесе байлау әдісі пайдаланады. Сол себепті қаралар өздерінің кемесімен E5-тегі кемені, пілді жейді, былай жейді. Енді біз деген мына A1H8 қиғаш жолын жауып тастадық. Енді бұны ұтымды пайдалануға тырысамыз. Кеме ат E8. Ат E8. Енді ат деген ат пен уәзірдің арасындағы батарея. Және біз тағыда қосымша уәзірмен мынаяқтағы тұрған пілге шабуыл жасаймыз. Атта шабуыл жасайды, және уәзір де шабуыл жасайды. Қарсылас мына G7-дегі пілін өзінің жалғыз атымен қорғайды. Ат F5 деп. F5. Енді біз деген бұл жерде байлау әдісін пайдаланамыз. Байлау әдісін, және байлау әдісінің артықшылығы былай көрсетіледі. Кеме ат F6 шах, патшаға шабуыл жасадық, және патша H8 деп жүреді. Өйткені піл бізді жей алмайды, біз пілді байлап тастадық. Және уәзір G8 мынандай мат қояды. Көрдіңіздер ғой? Жолды жабу немесе өзара байланысты үзу. Жолды жабу немесе ойыншылардың арасындағы байланысты үзу тақырыбының келесі мысалы. Енді осы әдісті пайдаланардың алдында біз қалыптасқан жағдайға баға берейік. Біз білеміз, бұл өте мықты екі жауынгер, C7 және A7. Не себепті мықты жауынгер? Себебі екеуі болашақ уәзір, болашақ уәзір. Бір жауынгерді піл ұстап тұр, мынандай бақылап тұр A8-дегіні. Екіншіні, мына жердегі C8-дегіні кеме бақылап тұр. Енді екеуінің мысалы жолын жабуға тырысуымыз керек. Мысалы біз былай жүретін болсақ, ат C6. Пілдің және кеменің жолын жабамыз. Екеуінің арасындағы байланыс үзіліп қалады. Енді біреусіне кедергі жасайды, және біреусінің жолын жабады. Кеме C6 деп жүретін болса, онда уәзірді A8-ге айналдырамыз. Мысалы, былай жүреміз де, уәзір A8 жауынгеріміз уәзірге айналады. Ал егерде мысалы осы жерде қарсылас пілмен жейтін болса, онда мына пілдің жолын, мына
мына кеменің жолын мына піл жауып тастайды да, және біз бұлай уәзірге айналамыз. Көрдіңіздер ғой. Екеуі әп-әдемі тұрды, екеуі де керемет осы екі жауынгерді бақылап тұрды да, бірақ мына ат жолын жауып тастады, C6 деп жауып тастады. Соның салдарынан қарсылас енді екі жауынгердің біреуін тоқтата алмайды. Жарайды, видеоларыма лайк басқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Жазылып, өздеріңіздің достарыңызға, туған туысқандарыңызға бөліскендеріңіз үшін үлкен рахметімді, алғысымды білдіремін сіздерге. Біз видеоларды түсіреміз, қолымыздан келгенді істейміз. Енді жарайды.